Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте керемет дәмді болып шығатын ерекше тамақ ұн қуырдақты жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар осылай: үлкендеу бір пияз, бір сәбіз, 2 картоп және де ет қажет болады. Рецепті өте қарапайым және өте дәмді болып шығады. Егер де жасап жатсаңыздар, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Біз ең бірінші пиязымызды турап алдық және дәл осылай сәбізімізді де турап алатын боламыз. Бұл тамақтың ерекшелігі ол өте дәмді болып шығады, әрі көне байырғы тамақ деп айтуға болады. Біздің, яғни ата-бабаларымыз бұл тамақты көбірек жасап тұтынған десем де болады. Осылай картопымызды да турап алдық. Барлығын осылай турап алатын боламыз көкөністердің. Және де басқа да заттар қоссаңыздар болады, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Осылай барлығын турап алдық. Енді еттен бастап қызып тұрған майда осылай қуырып алатын боламыз. Осылай жақсылап қуырып болып, үстінен пиязды салып, қызарғанша тағы да осылай баяу отта қуырамыз. Мінекей қызарған соң барып, үстінен сәбізді және картопты салып қуыратын боламыз. Ең соңында кішкене су құйып, бұқтырып қоятын боламыз. Ал енді бізде осындай иленген, иі қанған қамыр 2-ге бөліп алып жаятын боламыз. Қамырдың көлемі сіздің отбасыңыздағы адамдардың санына байланысты болады. Өзіңіз өлшеп, есептеп жасайтын боласыз. Енді осылай қамырымызды 2 бөлікке бөліп алған соң жаюға кірісетін боламыз. Осылай жайып алатын боламыз. Жайып алдық, енді кішкене бөліктерге бөлетін боламыз. Және де бөлген бөліктерімізді сұйық маймен майлап, формаға салып орайтын боламыз. Осылай орап аламыз. Барлық бөліктерін орап алатын боламыз да, осылай мантаваркада буға пісіріп аламыз. Арасы майланған соң бұл қамыр жабыспайды, уайымдамаңыздар. Сондықтан да уайымдамай істей беруге болады. Піскен қамырымызды осылай оралған күйінде турап алып, жақсылап араластыратын боламыз.
Мінекей бізде қамырымыз дайын болды. Бір-біріне жабыспай өте әдемі болып пісті. Енді жаңағы дайындап қойған подливамызды үстінен құйып араластыратын боламыз. Нәтижесінде бізде осындай керемет дәмді тамақ дайын болды. Бетін қалауларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Отбасыларыңызды жасап, міндетті түрде қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады.